Жауһар бағдарламасы. Әлемде сөзбен жеткізе алмайтын, сырға толы әсемде таңғажайып жерлер көп. Соның бірін біз бүгін айтатын боламыз. Артемида ғибадатханасы. Сәулеті мен сәні жарасқан бұл ғимарат кезінде талайларды тамсандырған. Ал қазір ғимараттың қалдықтары ғана қалған. Десе де оны тамашалауға келетін туристердің санында шек жоқ. Тіптен ғалымдар әлі де ғибадатхана төңірегінде түрлі зерттеулерін тоқтатар емес. Ал бұған не себеп? Нендей тылсым күш бар екен? Оны кім салды? Құрылыс қалай жүрді? Артемида деген кім? Осы сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бұл ғимарат Түркияның Эфес қаласында орналасқан болатын. Құдайға құлшылық ететін орталық жоқ болғандықтан, Зевстің қызы ғибадатхананы салуды жөн көрді. Өйткені шаһарда 200 мың халық тұратын. Сол кездегі қарапайым құралдар арқылы мұндай үлкен ғимарат салу үлкен жетістік еді. 120 жыл бойы сәулетшілер, тас қалаушылар, құлдар армиясы аянбай еңбек етті. Жалпы құрылысты аяқтау үшін 120 жыл уақыт кеткен. Ең соңғы жұмыстар Пианит пен Диметра кезеңінде біздің заманымыздан бұрын 450 жыл аяқталды. Сәулеті мен сәні жарасқан ғимараттың авторы ешқандай да атақты шебер емес, жас архитектор болды. Херсифрон атты сәулетші ғибадатхананы сол кездегі құрылыс әдістерінің бірі Ионика ордерінің стилімен тұрғызған. Олар діни орынның құрылыс жұмысын керемет құлшыныспен істеп, нәтижесінде таңқаларлық ғимаратты дүниеге әкелді. Артемида сарайы мәрмәр тастармен әшекейленген. Әйгілі грек шеберлері құрылысқа белсенді түрде ат салысқан. Бағаналарды безендіру жұмысымен Скопос айналысса, ғибадатхана ішіндегі картиналар Апеллес атты суретшінің қолынан шыққан. Әлемнің 7 кереметінің қатарына енген Артемида ғибадатханасы Эфестегі бірінші ғибадатхана емес, бірақ басқаларынан әдемі. Храмның көркі сол замандағы барша адамзатты таң қалдырды. Құрылыстың сәтті шыққаны соншалық, Грекияның түкпір-түкпірінде осы ғибадатханаға стилі жағынан ұқсас құрылыстар салына бастаған. Сәулетші құрылыс алаңы ретінде Кайстер өзенінің бойындағы батпақты жерді таңдады. Бұл жер сілкінісінен сақтаудың қамы еді. Артемида ғибадатханасы Артемиданың құрметіне тұрғызылған. Алып ғимарат салатындай ол әйелдің нендей ерекшелігі болды. Аңыздарға сенсек, Зевстің қызы Артемида ежелгі гректерде аңшылық құдайы ретінде танылған. Оның арқасында адамдар ғылымға ұмтылған. Қолөнермен айналысқан, әйелдерді тоқыма ісіне үйреткен. Артемиданың мүсіні алтын және піл сүйегінен жасалған. Биіктігі 15 метр. Сыртында адамдардың суреттері салынған. Колонналардың биіктігі 18 метр. Қоршап тұрған колонналардың саны 127. Жанында көпестердің шағын базары болған. Сыртқы кірпіштері ақ мәрмәрдан тұрғызылыпты. Артемиданың құрметіне ғибадатхананың алдында үлкен фестивальдар өткізіліп тұрған. Бай адамдар құрбандыққа асыл металдар, тастар, маталар түрлі тағамдар алып келетін.